Расул Ғамзатов. Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқар айды жардырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма, тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда күндегі, жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінде, екі кісі сөйлесті авар тілінде. Мен жатырмын жер астында көз жұмып, мұны екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзім мына тілімнің, бойым жылып, ілез демен тірілдім. Балгер демес, дәрігер демес емдейтін, тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды, мен онымен айталмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзі де, ана тілім ұлы менің өзіме. Махмұд жырын оқу үшін жас қауым, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазар авар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын, әр көлі мен әр қырын. Мен сүйемін ол елімнің гүлінде, әлім шоны айттым авар тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пемен Сахалиннің арасы. Қайда болсын қиям оған жанымды, туған жерден қазсын бірақ қабірді. Аварша бір жазып қойған құлпытас, тұрса ауылда аварлар да ұмытпас. Ескап жүрер кәрі жасы жақын кеп, мұнда Расул Ғамзатұлы жатыр деп